Армысыздар, эфирде адалдық сағаты бағдарламасы. Шыншылдық пен парасаттылық деген асыл қасиеттерді дәріптеп жүрген хабардың кезекті шығарылымы Ильяс Жансүгіровке арналмақ. Бүгін біз байтақ даласын құлақ-ермен дүбірлеткен, ел жұртын жырымен сусындатқан дүлдүл ақын Ильястың шығармашылығы мен ой-пайымына үңілеміз. Ильяс Жансүгіров қазіргі Жетісу облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ақын 4 жасында анасынан жетім қалды. Содан бастап бала тәрбиесімен әкесі айналысқан. Еңбек жолын ауылда ұстаздықтан бастайды. Кейін тілші газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы Верныйдағы Қазақ ағарту институтының меңгерушісі болды. 1922 жылы Жазушылар одағын ұйымдастыру комиссиясының төрағасы болып сайланып, ол жерде 2 жыл қызмет атқарды. 1925-1928 жылдар аралығында Мәскеу институтында журналист мамандығы бойынша білім алған. 1936 жылы социалистік Қазақстан газетінде Ильястың «Құлагер» атты поэмасы жарық көреді. Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллинді саяси текетірестің бел ортасында жүрген үшін халық 3 бәйтерек атап кеткен. Жер таппан жерге жетер жетісуым, күркілдек көксу лепсі іле шуым. Асқардың аспан сүйген сілекейін жан бар ма, татпай тұғын, айтпай тұғын деп жырлаған Ильястың ақындық жолға түсуіне жетісудың асқар таулары, керемет табиғаты әсер еткенін байқауға болады. Ақындық қасиет адамға ерте жастан қонады, бірақ сол дарынның оянуына себеп болатын бірнеше фактор бар. Бірі қоршаған орта, сұлу табиғат болса, екіншісі өзге бір ақынның шығармашылығы, ой өрісі. Ильяс Жансүгіровтің шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы. Ол поэзия, проза, драма саласында өнімді еңбектеніп, өзіндік қолтаңбасын қалыптастыра білген тегеурінді қаламгер. Оның шығармаларына арқау болған тақырыптары да алуан түрлі. Ауыр тұрмыс, кедейлік, көзсіз көбелектей адасқан шақтар ақынның ойын ұштап, шығармашылығын шыңдады. Сондықтан болар ақын үнемі ел қамы, халық тағдыры мәселелерін көтерген. Туындыларында әрдайым адалдық пен шыншылдық туралы сөз қозғаған. Мәселен, өзіме деген өлеңінде осы ұстанымы анық байқалады. Хақ сөйле, қызыл тілім адал сайрап, тапсырдым бар ойымды саған арнап, көңілім арам ойлап алаңдама, алмаққа біреуді алдап, біреуді арбап. Мың қайғы бір борышты өтемейді, тағы да қылма ойым соны барлап, байды зорсып, кедейді нашарсынып, бұзылдың көзі құрғыр елді талдап. Еңбекке жалқауландың екі қолым, тілейсің жылы суға дайым малмақ, сырласып, сыбырменен сылқыл жасап, құлағым қуқыл болдың құдай қарғап. Малдыға изен қағып, көңілім бағып, басымда елді алдадың құралдалап, тоқтам қыл, билікті бер мүшелерім, осыны ождан сүймей жатыр зарлап. Сәкен, Бейімбет, Мағжан сынды ұлт зиялылары үлгі тұтқан хәкім Абай Ильясқа да әсер етпей қоймады. Оның Абай өлеңдеріне деген сүйіспеншілігі сонау жігіт шағында байқалған. Бұл туралы ақын өз естелігінде Абай артық әсер етті, ойым ояна бастады. Қайта-қайта тоймай оқи беретін болдым. Өзімде біртүрлі сергектік, сілкініс, жүрегімде жаңалық сездім. Жазуға талабым оянды. Келсе де, келмесе де шұқылап өмірді өлең қыла бастадым деген. Сөйтіп құлын жігіт ақырында жыр құлагеріне айналды. Абайша толғанды, Абайдың мақсатын ұстанды. Сондай жалынды жырлардың бірі Абайдың үлгісінде жазылған қалпымыз өлеңі. Ашылар ма көз, іс болар ма сөз, көп көксеген күн туып, дауыл жел айдап, жауын сел қайнап, өз еркінше жүр қуып, алу үшін теңдікті, сағынамыз кеңдікті. Пайдасыз ыржақ, хайласыз қылжақ түсті міне жылымға, бастағы дәулет, жастағы сәулет, айналды бәрі тыйынға. Ильястың арзан күлкі мен пайдасыз ыржақты жақтырмайтын болмысын, бастағы дәулетті пайдасыз санағанын осы өлең жолдарынан көруге болады. Жалпы ақынның қай шығармасын алсаңыз да терең мағыналы, салмақты дүние көп. Қандай қызметте жүрсе де Ильяс рухани тәрбие мен насихатты ұмытпаған. Оның бізге жеткен 15-ке тарта поэмасы бар екен. Күй, күйші, дала. Бұлар Ильястың жан айқайы, қазаққа берген рухани қолдауы, үндеуі. Ақын надандық пен қараңғылықты тек оқу мен білім жеңетініне кәміл сенді. Төмендегі өлең шумақтары осы идеясының көрінісі болғандай. Қарайыңқы көңілді әппақ қылған бұл оқу, түк білмейтін мақауды тақ қылған бұл оқу, тұтқасы деп тұрмыстың мектеп құрған бұл оқу, жаратқанның бірлігін сақтап тұрған бұл оқу.
ынтымақтың тірлігін жақтап тұрған бұл оқу, адалдық пен анықты мақтап тұрған бұл оқу, күннен күнге молайып аттап тұрған бұл оқу, аспан жерге көрік боп, ат боп тұрған бұл оқу, алысқа да тіл болып, хат боп тұрған бұл оқу. Әмбебап дарын иесі 10 жыл ішінде проза мен драматургияда, әсіресе поэзияда әдебиетіміздің алтын қорына жататын айтулы туындылар қалдырды. Ильястай жыр құлагері, заманының парасатты, адал тұлғасы өскелең ұрпаққа өшпес үлгі болары сөзсіз.